Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Дәуіржан Динара. Мен 140 English'тің интермедиат деңгейінде оқып жатырмын. Және жасым 16-та. Бастапқы деңгейім менің интермедиат. Интермедиатты бітіріп, уже upper интермедиат болайын жатырмын. Менің кураторымның есімі Ақерке болады. Кураторыммен өте жақсы қарым-қатынастамын. Ол кісі сондай жауапкершілігі бар және де әрқашан бізге мотивация беріп тұрады. Күн-түн демей, қай уақытта жазсаң, сол уақытта жауап беріп отыратын болады. Ол кісі сен не сұрақ қойсаң, сол сұраққа жауап беріп тұруға дайын тұратын кісі. Одан кейін әрбір сабағы өте қызықты болады. Кейде дебат болады, кейде бізге listening береді, кейде speaking болады. Әрқашан әртүрлі болады, бірақ әр сабағы да өте қызықты өтеді. Плюстары, мысалы, баланы өз еркіне жібермейді. Өте жауапкершілігі бар курс деп айта аламын. Өстіп дедлайн қояды, сосын әрбір ол баланы қысым жасамайды. Өстіп 2 күнде береді, мысалы, понедельник күні берсе, среда күніне аяқтайсың деген сияқты. 2 айда осы бір деңгейге көтерілетін толықтай мен көзім жетті өз басымның. Басында мен тіпті ойлауым бойынша мен pre-интермедиат деп ойлағанмын, но оказывается мен интермедиат екен, содан уже upper болайын деп жатырмын. Ал осы интермедиатте алған білімімді мен білем деп толық айта аламын да. Өте балаға өстіп миына сіңдіріп, солай жақсы көрші. Менің жоспарым IELTS, TOEFL және де SAT тапсыру болатын. Солар тапсырып шетелге түсу болатын менің мақсатым. Сонымен қатар және де ұбт-ны бірге қоса алып жатырмын. Себебі болмағанда тағы да бір жол қалдыру керек өзіме деген оймен. Бірақ ағылшын үйренгендегі басты мақсатым менің сол шетелге шығу, оқу болады. Мен группаластарым өте талантты адам екенін білдім. Алдында 140 сайыс ұйымдастырды осы 2 күн бұрын ба? 3 күн бұрын өнер сайысы. Сол кезде өзімнің осы бір курста оқып жатқан курстастарымның өте талантты екенін байқадым. Біреу өлең шығарып жатыр, біреу бірдеңе істеп жатыр деген сияқты. Біз орын алмасақ та, біздің кураторымыз бізді жұбатып, мен үшін бірінші орынсыңдар деген сияқты. Сондай комфортно, уютно курс маған қатты ұнады. Жазылғаныма жалпы өкінбеймін, ешқашан өкінбеймін. Мен өзі қосымшаға қатыспайтын адам, бірақ бұл менің қатысқан бірінші қосымшам, және де соңғысы болып қалады деген ойдамын.